Құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Қазақи арнадамысын десеңіздер, лайк комментарийларыңызды баса кетіңіздер. Сіздерге Абай атамыздың қара сөздерін оқып беретін боламын. Бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қазжыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын десе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілімсіктердің азығын бағып беремін деп қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсіз де кезде мені жайылып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тартқысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бақу жоқ. Ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ. Баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қаракетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орнын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерім де біле алмай отырмын. Не деп бағам, оны да ермек қыла алмай отырмын. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай атамыздың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сарты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамсартқан, потадан қорыққан. Көз көгергенге әка десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, баша ішілік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман, сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келген істейді деген. Сонда мен ойлаушы едім. Ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірінен бірі ешбір шаһары жауласпайды.
орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігінің тірісінің киімін сол жеткізіп тұрады. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірлесіп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қарағанға соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсемдік те соларда. Оның малдарына құзғын біріміз жалшы, біріміз қол алушымыз. Біздің ең байымызды сәнін шақшы аяғын білән пышыратылған қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бірі қуып қор болмай шаруа қылып өнер тауып мал тауып зор болғандық. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, күңі, құрлы да жоқпыз. Бағанаға мақтанып, бағанаға қуанған, күлген сөздеріміз қайда?